Құрметті Атырау облысы тұрғындары және Индер ауданының тұрғындары, біз бүгін 8 мамыр 2026 жылы мамыр мерекелеріне қарамастан Қызылорда облысы Арал ауданы Жақсы Қылыш деген елді мекенге келіп тұрмыз. Мына жерде 6000 тұрғыны бар. Осы жерде Арал Дұз және Арал сауда компаниялары дұз өндіреді екен, және өңдейміз деп айтады екен. Енді өздеріңіз білесіздер, Индер ауданына келіп 29 сәуір 2026 жылы және 04 мамыр 2026 жылы мәдениет үйіне келіп Индер кентінің қоғам тыңдау өткізді. Заңсыз, негізсіз түрде бүкіл Есенбай Нұрып ағамыз, қоғам белсендісі, барлық нарушениенің бәрін тауып бергенде прокуратураға, Индер ауданының әкімдігіне, управление природных ресурсқа, экология департаменттеріне барлық нарушениені, бұзушылықтарды тауып жіпке дізіп бергенде, сонда қиналмастан қоғам тыңдау өткізді. Негізсіз түрде біздер қарсы болдық. Индер ауданының тұрғындары да барлығы да қарсы болды мына мәселеге. Сол жерде бұлардың айтқандары, біздің 100 жылдық тарихымыз бар. Біз бәрін жаңа технологияны сақтаймыз, талап сақтаймыз, экологиялық талаптар. Міне, экологиялық талаптар сақтап атқан міне Индер Дұз, Арал Дұз, Арал сауда компаниялары міне жасап атқан жұмыстары, міне бүкіл рапаның бәрін мүжеге төккен, анау сбор бүкіл дұздың бәрін әкеліп осы жерге жинайды, мына жерге вагондарға тиейді. Міне үйдің, міне тұрғын үйлер міне тұрып атқан үйлер міне. Қараңыз, мына жаққа түсіріңіз оператор. Мына жақтарға бәріне түсіріңіз міне. Үйдің іргесінен келіп міне. Мынау қандай технология, мынау қандай экологиялық талапты орындап жатыр мына Арал Дұз және Арал сауда деген компания. Құрметті Атырау облысының әкімі Серік Жамбылұлы Шәпкен мырза, біз сізді құрметтейміз. Атырау облысының әкімісіз, Қазақстан Республикасы президентінің жергілікті жердегі өкілісіз. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Мына қазіргі таңда Индер Дұзды көліне мына компанияны бүкіл заңдылықтарды аттап өтіп, ерекше қорғалатын аймақты статусынан алып тастап, заң бұзушылықпен экология департаменттері бар, қорытынды беріп отқан. Табиғи ресурстар, табиғат пайдалану реттеу басқармалары бар. Басқа да құзырлы мекемелер бар. Осының бәрін аттап өтіп,